Балаларым, сендер Қазақ халқының жеті қазынасы туралы білесіңдер ме? Балалар бір дауыспен, жоқ ата бізге айтып беріңіз. Ендеше тыңдаңдар. Жүйрік ат, қазақтың қанаты, ер қанаты, натынс көшпелі өмірді елестету мүмкін емес. Бұқымай тазы аңшының серігі, халықтың қорғаны. Қыран бүркіт, батылдық пен еркіндіктің символы, ол қазақтың айбарын танытады. Берен мылтық елдің қорғаны, батырларымыз осымен елін, жерін қорғаған. Ақылды ел ошақ қасы, халықтың ақылшысы, қуат көзі, оның жан тазалығы. Білім мен қамқорлығы шаңырақтың бері, халқындан айтады. Ер жігіт елдің тірегі, халқына қорған болар азамат. Ақыл мен білім ең асыл қазына, оны ешкім тартып ала алмайды. Ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалады. Ата жеті қазынаны сақтау біздің парызымыз ба? Балаларым, қазақтың байлығы, осылар, сендер осы қазыналарды сақтап, ұрпақтарыңа жеткізіңдер.